Pinduodo'дан біз сияқты күшті футболка алып алған ғой, көрсетіп қоймайды енді соны. Қыздар, қараңыздар, Pinduodo'дан осындай күшті футболка заказ бердім. Давайте распаковкасын бірге жасап тастайық. Қыздар, мына жерде өте күшті тауарларға заказ бергем. Соңына дейін қараңыздар, может сізге керек болып қалуы мүмкін. Ең бірінші осы айтып жатқан футболкам. Қыздар, мына футболканың качествосы прям супер екен, маған өте қатты ұнады. Бізде 5-6 мыңнан сатылып жатқан футболканы мен бар болғаны 1000 жарым теңгеге алған болатынмын. Ал екінші затымыз, бізде кухонный стол бар. Сол столға осындай жабулар заказ берген болатынмын. Қазір бірге столға жауып көретін боламыз. Бізге де киім заказ бергейсің ба не? Қаптап не қыласың бізді? Ой, көп сөйлей бермеңдерші дедім. Қыздар, мына жерде мен бала-шағаларым тамақ жейтін, ал столдың бетін құртады деп, столға осындай жабу заказ бергем. Қараңыздар, қалай болып тұр сіздерге. Аха, болады, әдемі болып тұр. Рахмет саған. Осындай Pinduodo'да күшті орамалдар бар ғой, үйреніп заказ беріп алып алса сен де біреуін. Қыздар, мен бұл орамалды өзіме тағы заказ берген жоқпын, подаркаге деп бергем. Қараңыздар, качествосы өте күшті болып келді. Магнитный орамалдардан көп заказ беріп қойдым. Үйге келген қонақтарыма бір штуктан подаркаге беріп жіберетін боламын. Қыздар, қараңыздар, осындай ободок заказ берген болатынмын. Жанында осындай күшті шашақтары бар, маған өте қатты ұнады. Мына қара пакеттің ішінде не бар екен деп ашып қарасам, бұның ішінде мочалка бар екен. Тоже мочалкада заказ бергем ғой. Қыздар, қараңыздар, 2 беттік, осындай өте күшті жұмсақ екен. Екінші қызымды мен памперстен шығарып жатырмын. Осындай много разный памперстен 1 штук заказ берген болатынмын. Қыздар, қараңыздар, бұның да сапасы өте күшті болып келді. Жаңағы столға алған чехолыма тамсанып қарап жатырмын. Қыздар, қараңыздар, жұмсақ өте күшті, маған қатты ұнады. Қыздар, сіздерге қайсы затым ұнады, комментарияға жаза кетіңіздер.